Практикалық сабақ біртұтас тәрбие бағдарламасы мақсаты мен міндеттері. Кіріспе. Біртұтас тәрбие бағдарламасы дегеніміз бұл білім беру ұйымдастырудағы тәрбиелік процесті жүйелендіріп, барлық бағыттарды біріктіретін кешенді құжат. Бағдарламаның негізгі мақсаты тұлғаны жан-жақты дамыту, рухани және адамгершілік тұрғыдан жетілдіру, ұлттық сана мен отан сүйгіштігін қалыптастыру. Бұл бағдарлама жас ұрпақтың өмірге деген көзқарасын, мінез-құлқын, мәдениетін және қоғамға бейімделуге деген қабілетін дамыту. Бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі таңда елімізде жаһандану үдерісі, ақпараттық қоғамның дамуы, рухани дағдарыстар сияқты әлеуметтік өзгерістер орын алуда. Осындай кезеңде ұлттық тәрбиенің рөлі өте ерекше маңызға ие. Сондықтан біртұтас тәрбие бағдарламасы арқылы білім беру мекемелерінде тәрбие жүйесін жаңарту, оны бір арнаға арнайы біріктіру және жастардың рухани иммунитетін қалыптастыру қажет. Бағдарламаның мақсаты. Біртұтас тәрбие бағдарламасының басты мақсаты ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген елжанды мәдениетті жауапкершілігі жоғары тұлға тәрбиелеу. Яғни, білім беру тек оқыту ғана емес, сонымен қатар адамды өмірге, қоғамға дайындау міндетін атқарады. Бұл мақсат Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуының негізгі факторы болып табылады. Негізгі міндеттері. Яғни бірінші рухани адамгершілік тәрбие, ізгілік, сыйластық, әділдік, мейірімділік қасиеттерін дамыту. Екінші патриоттық тәрбие, отанға, елге деген сүйіспеншілік пен жауапкершілікті арттыру. Үшінші ақылы және зияткерлік тәрбие, білімге құштарлық, сыни ойлау және өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Төртінші бізде еңбек және экономикалық тәрбие, еңбек сүйгіштілікке, табандылыққа және кәсіби бағдарлауға баулу. Бесінші дене және салауатты өмір салты, спорт пен денсаулық мәдениетін нығайту. Алтыншы эстетикалық және мәдени тәрбие, әсемділікті сезіну, ұлттық өнер мен дәстүрге құрметпен қарау. Жетінші құқықтық және экологиялық тәрбие, заңға, табиғатқа, қоғамға жауапкершілікпен қарау. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарламаның құрылымы бізде рухани адамгершілік тәрбие, азаматтық патриоттық тәрбие, зияткерлік және шығармашылық тәрбие, еңбек және экологиялық тәрбие, салауатты өмір салты және дене тәрбиесі, отбасылық тәрбие және мәдени эстетикалық тәрбие. Рухани адамгершілік тәрбие. Бұл бағыт тұлғаның ішкі дүниесін байытып, ар-ұят, имандылық, ізгілік сияқты қасиеттерін қалыптастырады. Рухани тәрбиенің негізі адамды жақсы істерге баулу, өзгені құрметтеу, адалдық пен әділдікке үйрету. Мысалы, мектептерде өзін-өзі тану, адал ұрпақ, мейірімді болайық жобалары жүзеге асырылады. Азаматтық патриоттық тәрбие. Оқушылардың елге, жерге, отанға сүйіспеншілігін арттыру, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу, елдің жетістіктері мақтан тұту, патриоттық тәрбиенің негізі. Бұл бағытта менің Қазақстаным, туған жерім, алтын бесігім сияқты жобалар мен тәрбие сағаттар ұйымдастырылады. Зияткерлік және шығармашылық тәрбие. Білім алу мотивациясын арттыру, ойлау қабілетін дамыту және шығармашылық белсенділікті жетілдіру мақсат етіледі. Оқушылар ғылыми жобаларға, олимпиадаларға, көркем өнер байқауларына қатысып, өз әлеуетін дамытады. Еңбек және кәсіби тәрбие. Оқушыларды еңбекке баулу, жауапкершілік пен табандылыққа үйрету, тәрбие процесінің маңызды бөлігі. Еңбек арқылы тұлға өзін-өзі бағалауды, қоғамға пайда келтіруді үйренеді. Мектептерде еңбек күні, мамандық әлемі, кәсіп таңдау келешек кепіл атты іс-шаралар өткізіледі. Экологиялық тәрбие. Табиғатты қорғау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, қоршаған ортаға жанашырлық сезімін ояту. Бұл бағытта оқушылар ағаш отырғызу, қоқыс жинау акцияларына және жас эколог клубтарына қатыса алады. Салауатты өмір салты. Денсаулық ең басты құндылық. Салауатты өмір салтына тәрбиелеу арқылы жастардың дене дамуы, психологиялық саулығы мен өмірлік әдеттері қалыптасады. Мектепте спорттық жарыстар, жүгіру күндері, дені сау ұрпақ атты акциялар өтіп тұрады. Отбасылық тәрбие. Отбасы тәрбие бастауы демекші, ата-ана мен баланың өзара сыйластығы, түсінігі және тұлғаның мінез-құлқын анықтайтын басты фактор. Бағдарламада ата-аналар жиналысы, отбасы күні,
бала тәрбиесіндегі әке рөлі немесе ана рөлі сияқты іс-шаралар қамтылған. Мәдени-эстетикалық тәрбие. Бұл бағытта оқушылардың талғамы, өнерге, әдебиетке қызығушылығы дамиды. Театр, көрме, кітапхана іс-шаралары қатысу арқылы эстетикалық сезім мен мәдениет қалыптасады. Мұғалімнің рөлі. Мұғалім тәрбие процесінің негізгі тұлғасы болып табылады. Ол оқушылардың жан дүниесін түсініп, бағыт беріп, жақсы қасиеттерді қалыптастырады. Педагогикалық мәдениет пен кәсіби шеберлік табысты тәрбиенің кілті болып табылады. Ата-ананың рөлі. Ата-ана баланың мінез-құлқына, құндылықтарына тікелей әсер етеді. Мектеп пен ата-ананың өзара байланысы тығыз, серіктестігі тәрбиелік процестері тиімді өтеді. Сондықтан тәрбие жұмысы тек мектеп ішінде емес, отбасыда да жалғасуы қажет. Тәрбиенің әдістері мен формалары, тәрбие сағаттары, пікірталастар, мектепшілік жобалар мен форумдар, волонтерлік және қайырымдылық акциялар, дөңгелек үстелдер, тренинг, театрландырылған сабақтар, психологиялық қолдау және өзін-өзі дамыту бағдарламалары. Тәрбиеден күтілетін нәтижелер бізде бағдарламаның нәтижесінде елін сүйетін, отан сүйгіш тұлға қалыптасады. Рухани бай, мәдениетті, салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтар өседі. Қоғамдық белсенділік, жауапкершілік, еңбекқорлық артады. Қорытындылай келе, біртұтас тәрбие бағдарламасы дегеніміз еліміздің білім беру жүйелеріндегі стратегиялық және идеологиялық тұрғыдан аса маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Бұл бағдарлама қоғамдағы тәрбие жұмысын жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды көздейді. Ол әр баланың жеке тұлға ретінде дамуына, оның өмірлік ұстанымын қалыптастыруға және ұлттық сана мен рухани құндылықтарын сіңіруге бағытталған. Бүгінгі таңда тәрбиенің міндеті тек білім берумен шектелмейді. Яғни мектеп қабырғасындағы тәрбие адамның мінез-құлқын, жауапкершілігін, мәдениетін және қоғам алдындағы парызын түсіндіруге баулиды. Біртұтас тәрбие бағдарламасы осы міндеттерді жүйелі түрде жүзеге асырудың ең тиімді құралы болып табылады. Қазір осы барабан арқылы жағдаяттық тапсырмаларға кім жауап беретінін анықтайық. Жанат. Бірінші жағдаят. Мектепке ұйымдастырылған сенбілікке барлық сыныптар қатысуы қажет еді. Бірақ бір оқушы маған бәрібір, менің міндетім емес деді. Сұрақ, бұл жағдайда мұғалім не істеуі қажет? Бірінші жағдаяттық сұрақтың жауабы: мұндай жағдайда сынып жетекшісі оқушымен жеке сөйлесіп, ортаға мектепке ұжымға тәрбиеге деген жауапкершілікті арттыру керек. Тәрбие жұмысы тек міндетті емес, ұжым алдындағы өз үлесін қосуы керектігін түсіндіру керек. Бұл жағдайда әлеумет және азамат жауапкершілік тәрбиесімен қамтамасыз етілу қажет. Біртұтас тәрбие бағдарламасымен басты мақсат оқушының қоғамға пайдалы тұлға екенін өзіне сезіндіру керек. Сондықтан оқушыны ұжымдық жұмысқа жұмылдырып, өзіне жауапты екенін білдіру қажет. Екінші жағдаятқа кім жауап беретінін анықтайық. Аделя. Екінші жағдаятқа кім жауап беретінін анықтайық. Камила. Үстін бассаң. Екінші жағдаятқа кім жауап беретінін бірге анықтайық. Ұлжан. Екінші жағдаяттық тапсырма. Сабақ барысында мұғалім ұлттық киім мен дәстүр туралы айтқанда кейбір оқушылар оны ескі нәрсе деп күлді. Сұрақ, ұлттық сана мен рухани құндылықты қалыптастыру не үшін маңызды? Менің жауабым, бұл жерде мұғалім оқушыларға ұлттық киім мен дәстүрдің халықтың тарихы мен мәдениетінің бөлігі екенін түсіндіру керек. Оқушыларды бейнежазба, ұлттық міндетті. Менің жауабым, бұл жерде мұғалім оқушыларға ұлттық киім мен дәстүрдің халықтың тарихы мен мәдениетінің бөлігі екенін түсіндіру керек. Оқушыларды бейнежазба, ұлттық мереке көріністері арқылы қызықтыра отырып, дәстүрдің қазіргі өмірмен байланысын көрсету тиімді. Бұл жағдай патриоттық және рухани адамгершілік тәрбие бағытымен тығыз байланысты болып келеді. Біртұтас тәрбие бағдарламасының мақсаты ұлттық сана мен рухани құндылықтарды қалыптастыру, өз елінің мәдениетіне құрметпен қарау болып табылады. Мен сабақты қорытындылау үшін осы сақа әдісін алып келдім. Қазір қыздарға таратып, кім сабақты қаншалықты түсінгенін білетін боламыз. Üstü çıkan.
өте жақсы түсіндім. Мен де жақсы. Мен сабақты өте қатты жақсы түсіндім. Сабақ өте жақсы, түсінікті болды. Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Осы сабақ өте керемет өтті. Қорытындылай келе, біртұтас тәрбие бағдарламасы ұлт болашағы деп білемін. Назарларыңызға рахмет.